Қайтып келген қыз жаман. Ішіме сыйған балам сыртыма да сияды деп апам мені келін болып түскен босағадан үйге әкеліп алғанмен төркінімде күтіп тұрған жұмақты көрмедім. Қайта шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман дегенді бабалар бекер айтпаса керек. Байым өліп жесір қалған соң келсем де сапардың қайтып келген қызы атандым. Ұлым екеуміз үйде түртпек көрмесек те сырттағы көз түрткі болдық. Сұңқарды мектепке алғанмен мектеп директордың орынбасары болып істеген мені мұғалімдік жұмысқа да алмады. Қазір мектеп бағдарламасы ауыр, сіздің жұмыс тәжірибеңіз мектептен аулақтап кетті деген сылтау айтқан. Ағамның жолдасы ауданның мәдениет бөлімін басқарады екен, соған айтпақшы болып еді. Апам баяғы әуене басып, жын ойнақтың ортасы, көркемөнерпаз болғаннан көгергенді көрмедім деп ойбайға салған. Әкем бір таныс арқылы кітапхана жағынан жұмыс тауып берді. 40 сом айлығы бар. Таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін оқырманы жоқ кітапхананың ішінде қадалып отырамын. Декреттік демалысқа шыққан әйелдің де кітапхана ісінен білімі болмаса керек. Тек кітаптарды алфавиттік ережемен тізіп қоя берген екен. Мерзімді баспасөзі бір-бірімен араласып, былығып жатыр. Кітап қоры да айтарлықтай көп емес. Бірақ күллі республикадағы шағын ауылдардың мәдениет үйі мен кітапханалары жабылып қалып жатқанда, осы жердегі құйтақандай кітапхананың аман қалғанына таңым бар. Алғашында бар ынтамды салып бастадым жұмысты. Кітаптарын түгендеп, сала-салаға бөліп, әлем классиктері мен ұлттық әдебиетті ажыратып, балалар әдебиеті мен ғылыми әдебиетті бөліп, мерзімді басылымды жекелеп дегендей бір қатар өзгерістер енгіздім. Мектептерге барып оқушыларға кітап оқу конференциясын ұйымдастырып, оқырманды тарттым. Жұмысым енді жүре бастағанда кітап қорын аудандық кітапханаға қосып, жұмысым қысқартуға түсті. Декреттегі әйел жұмысқа шыққанда аудандық кітапханаға аламыз, сізге төлейтін айлығымыз жоқ деген себеп айтты. Сөйтіп жұмыссыз қалдым. Мен әкемнің босағасына өмірдің мейірімсіз қатыгездігін көріп оралдым деп жүрсем, көресім әлі алда екен. Қыз әке шаңырағына қонақ деген шын сөз. Оң босағада жүргеніңде үй ішіне қалай еркелесең де, қалай сөйлесең де жарасады. Бір күні құтты орнына қонса құтыламыз ғой дегендей күлімдеп жүретін жеңгең де балаңды ертіп қайтып келгеніңде қайтып келген қыз жаман, қайта шапқан жау жаман дегенді есіңе түсірмей қоймайды екен. Даусы әрең шығып, бір нәрсе сұрасаң мен білмеймін ғой, апамнан сұра дейтін Үкілай жеңешем енді маған өнер көрсете бастады. Әкем біраздан ауру, апамның баяғы екпіні жоқ. Үкілай 3-ші балаға аяғы ауырлағаннан жалғыз ағам Өмірханның жаны соның үстінде. Жалғыз ұлдың жалғасы деп өсіріп келе жатқан әке-шешемнің 2 немересі елден шыққан ерке. Бәрі Үкілайдың қабағын бағып отыр. Ал жеңешемнің қабағынан қашан көрсең қар жауып, үйден кірген шыққан ізіңді сүртіп, одан қалды дастарханның үстін сиыр жалағандай тазалап жүргені. Менің қайтып келгенім, баламның жағдайы бар, жұмыссыз отырып ішкен жегенге ортақтығым бар, бәрі жеңешеме жақпай жүрді. Сұңқар магнитофон тыңдаса, балалар ұйықтайтын уақыт болды өшір деп, теледидар қараса, онда сен көретін не бар дейсің, саясаттан басқа деп, төменгі қабатқа түссе тарсылдатпай жүрсеңші асханада деп сөйлеп қалады. Ұлым әлі кішкентай болған соң ба үндемей, айтқанын екі етпей тыңдап орындайды. Ал мен шыдай алар емеспін. Елге қадірлі бір әулеттің еркелеткен сұңқар еді, төркініме әкеп жеңгеме қор қылдым-ау деп ішімнен буынам. Үйдегілермен қарым-қатынаста өтірік күліп жүретін сияқтымын, ал күлкімнің астарында мұң жасырынып жатады. Маған баяғы көршіге терезесі қарайтын бөлмем қайтып тиген болатын. Тек сұңқарға арнап тағы бір ағаш төсек кіргізілді. Кітап қоятын сөрелерім мен жазу үстелім де балама бұйырды. Ұлымның мектебіне керек болмаса, маған ақшаның керегі жоқ. Бар киімімді үстіме іліп берген тамақтарын бөлісіп жүрмін. Әрі-берден соң олар мен үшін қазан аспайды ғой. Өздеріне жасаған тамағынан балам бір аяқ, мен бір аяқ тамақ ішем, 4 тілім нан жерміз дегендей. Мен осылай болайын дедім бе? Менде ақар-шақар өсіп өнген әулеттің сыйлы келіні едім. Маңдайға осы сор жазылды. Тартып жатырмын. Өзімде барды бағаламадым ба? Жеңгеме ащы шындықты айтып салып, бет жыртысқым келмейді. Ішімнен тынып шыдап келем. Мен өз әкемнің үйінде, балам өз нағашысының үйінде кібіртіктеп сөйлеп бұғып жүретін болдық. Апа, атамның үйіне кетейікші, дейді ұлым. Енді біздің үйіміз осы үй деймін. Сонда біз осында тұра береміз бе?
істейді. Алдында уақытша жүрміз деп ойласа керек. Сен ер жетіп, оқу оқып, қызмет істегенше тұрамыз. Содан кейін сен үй саласың деп едім. Балам бауырыма тығылып жылап жіберді. Бекер келген екенмін. Жап-жақсы істеп жүрген жұмысымнан айырылып, жер түбінен баламды сүйреп, жалғызымды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай жүре бермедім бе, дәу атасының қамқорлығында. Енді қайтып баруға бет қайда? Табақтай дипломнан не пайда? Жұмыссыз жатсың мынау деп қамығып жылап алабын.